Міне менің матам. Қараңыз, мынаның аты мат. Мат сатып алғаннан кейін мынадай дөңгелек пышағы бар құралды сатып алуға болады. Орысша аты роликовый нож дейді. Енді қараңыз, осы маттарда мына сызықтар ол матаның қиғаштығын қойып сызып қиып алу үшін арнайы сызықтар. Мысалға, мына матам, мына ұзыны болсын, мына ені болсын, маған сондай 45 градус түскен бейканы пішіп алу үшін мен оны қаншымен қиып аламын? Мен оны осы пышақпен, мына қараңыз, осылай қиып алуға болады. Мына матпен ештеме болмайды. Бұл мат арнайы осы пышақтарға арналған. Енді қараңыз. Мынандай құрал осы косой қиғаш бейкаларды жасау үшін арналған құрал. Қараңыз, мысалға 1,8 миллиметр деп тұр. 1,2 миллиметр деп тұр. Егерде 1,8 миллиметрді, егерде мен 2-ге көбейтсем, 3,6 болады. Сонда қараңыз, 3,6 миллиметрді сызып аламын. Мына фломастерлерде де магазинде сатады, ине жіп сататын жерде. Бұл тисе кетіп қалады бірден. Мына қараңызшы, 3,6 миллиметр 3,6 миллиметр белгіледім. Дисковый ножышты мына қоя қойдым. Менде камера тұр. Сондықтан да бірақ мына егерде қатты, конечно, ол менде кесілер еді, потому что мен сәл ыңғайсыз отырмын, бірақ ештеңе етпейді. Мән бермеңіз. Егер сіз қаншымен қиғанда да дәл осылай шығуы мүмкін. Енді мен арнайы бірнеше цветтен оны пішем. Неге? Мынау матамның ұзыны. Оның 45 қиғашы мынау болайын деп тұр. Так. Мен орнымнан тұрайын. Орнымнан тұрып, орнынан тұрмаса да болады екен. Қалпағы жабық тұр екен. Мына қалпағы жабылады, ашылады. Үште алты. Так.
осылай қиып аламыз. Мына менде үшеуі дайын тұр. Мына бұрыштарын, мына бұрышын көрдіңіз ғой? Бәрін осымен бірдей қылып қиып алайын. Енді машинаны жақындатамын. Косой бейкаларды қосу үшін мынаны қазір сіздерге көрсетейін. Қараңыз. Мысалға, белгілеп алайын. Булавкамен. Енді мына жерге қараңыз. Қараңызшы. Мына екі матаның қосылған орнын көріп тұрсыз ғой? Мына екі жақтан. Мына. Және мына нүкте. Матаның екеуінің қосылған жері. Мен оны сіздер үшін сызамын. Болашақта өздерің соны түсініп алу керек негізінде бұны. Қараңыз. Көрдіңіз ғой? Екі матаның бір-бірімен кездескен жерінен бастап, мен қазір бұған тігіс саламын. Швейный машинкада мына жіптерді, мына лапка дейді, осы лапканың астына қайырып жүрген дұрыс. Лапкаларды алып тастаймыз. Екеуінің кездескен жеріне қараңыз. Екеуінің кездескен жері. Артық жіптерді қазір алып тастаймыз. Келесісін қосайын. Мына көк. Я болмаса мына жағы. Я болмаса екеуін бірдейде қойып алуға болады. Қойып алайын. Мына бірақ сіз олай тікпейсіз. Мен оны тексеріп жатырмын. Мына. Сіз оны алдын ала осылай қойып аласыз. Енді бұрамын. Мына бұрылды. Енді екі матаның қосылған жерін көріп тұрмыз ғой? Мына. Мына нүкте. Мына екеуінің қосылған жері. Және мына жер болып тұр. Түсіндік қой? Сол екеуін қосамын. Жіпті ұмытпаймын. Лапканы астына жіберемін. Егерде лапканы астына кетпесе, ол шайналып қалады кейде.
артқа беріп тігіп жібердім. Не үшін? Сөгіліп кетпес үшін. Мына жіптерін алып тастаймыз. Қараймыз. Мына қосылды. Енді мен қазір көрсетем, қалай бұдан косой бейкі шығады бізде. Мына біздің бейкі. Тігістерді ашып өтектеп жібереміз. Мынадай артық шығып тұрған матаны қиып алып тастаймын. Алып тастаймыз. Енді қараңыз. Есіңізде ғой, бұның жалпақтығы 3,6 сантиметр болды. Мінекей мынандай құрал магазинде бар. Егер де өтпесе, булавканы алып, итеріп жүресіз. Енді шығарамын, әрі мына темірмен жүріп тұрам. Көрсетейін. Жер майысып қалды, оған мән бермейміз, кете береміз әрі қарай. Ағашпен өтектің ыстығын аламын. Міне. Өте ыңғайлы. Өтекті ұстап тұрамын. Мына қараңыз, менде дайын бейкі шыға келді. Мына жерге қарамаймыз. Міне. Менде сабақтар бар. Косой бейкіні қалай пайдалану керектігі туралы. Ол тема, ол тақырыпты жан-жағынан ашып көрсетіп отырамын. Егер де бізге бейкінің бүгілгені керек болса, алдын ала осылай бүгіп те алуға болады. Бүгу немесе оны бүкпей қалдыру, ол байланысты бізге қалай өңдейміз, не үшін керек, соған байланысты бұндай қиғаш кесілген бейкалардың да
рөлі әртүрлі. Осылай косой бейк істеп алыңыздар.